Саламатсыздар ма? STEM арқылы ұйымдастырылған сабақтар топтамасы. Сабақтың тақырыбы активті тасымалдау. Активті тасымалдауды түсіну үшін инженерия және бейнелеу өнері ғылымдарымен байланыстыра отырып, әртүрлі пәндердегі оқу мақсаттарымен қалай жүзеге асыруға болатындығын осы бейне баян сабағы арқылы түсіндіретін боламыз. Сабақтар барысында қарастырылады. Ең алғаш ой қозғау сұрағы сараланады. Активті тасымалдануға бейне баян қарастырылады. Жеке тапсырмалар ұсынылады. Натрий және калий қосылыстарының биологиялық маңызы талданады. Өмірлік циклдің кезеңдерін және ПО-да жасап шығару үдерісі түсіндіріледі. Кезеңдерді жобалық жұмыстарда қолдану бойынша жоба жұмыстары жасалынады. Анимацияда келтірілген тасымалдану түрі белсенді емес тасымалдану. Белсенді емес тасымалданудың бірнеше түрлері бар. Оған диффузия, жеңілдетілген диффузия жатады. Белсенді емес тасымалдану түрі диффузия анимацияда келтірілген. Бұл молекулалардың жоғары концентрациялы аймақтан төменгі концентрациялы аймаққа өтуі. Активті тасымалдану түрі өсімдіктердің қай тасымалдану жолында кездеседі. Өсімдіктердің тасымалдану жолдары апопласт, симпласт және вакулярлы жол екендігін осыған дейінгі сабақтарда танысқан болатынсыздар. Активті тасымалдану түрі өсімдіктердің апопласт және симпласт жолдарында жүреді. Активті тасымалдануды не себепті белсенді тасымалдануға жатқызамыз? Себебі бұл жерде қарқынды энергияны қолданады. Енді нақты активті тасымалданудың түрі натрий және калий сорғысы бойынша сіздер бүгінгі сабақта танысатын боласыздар. Оқушылардың жасаған жұмысына назар аударыңыздар. Бұл жерде оқушылар активті тасымалдау ретінде натрий калий сорғысын қарастырды. Натрий калий сорғысы қалай жүзеге асатындығын көрейік. Оқушыларға берілген топтық жұмыс бойынша оқушылар активті тасымалдау ретінде натрий калий сорғысы мысалында құрастырған. Натрий калий сорғысы жасуша мембранасы арқылы қалай жүзеге асады? Ол үшін осыған дейінгі қарастырылған жасуша мембранасының құрылысын есімізге түсіріп өтейік. Жасуша мембранасының бөліктері фосфолипидті қабаттан, яғни мұнда көрсетіп тұрғандай фосфолипидті биқабат деп аталады. Және холестеролдан, және гликопротеиндерден, және перифериялық протеиндерден тұрады. Сонымен бірге натрий және калий сорғысы немесе бұл жерде тасымалдаушы протеиндер деп атайды. Натрий калий сорғысы осы тасымалдаушы протеиндер арқылы жүзеге асады. Ішкі жағында және сыртқы жағында натрий калийдің иондарының ағымы екі жақта да тең болу керек. Бастапқы кезде сыртқы жақтағы натрийдің үш атомы
натрий калий сорғысындағы натрий калий сорғысы протеиніне келіп жабысады да ішіне қарай шығады. Сырттан ішіне қарай өтеді. Сол уақытта әр уақытта натрийдің 3 атомы ішке қарай ену керек. Бұл жерде натрий ионы АТФ молекуласы жұмсалады. Ал үшінші жағдайда сыртқа шыққан уақытта сырт жағындағы жасуша мембранасының цитоплазмасының ішкі жағында калий атомы көбірек болады. Соған байланысты калийдің 2 атомы жабысып, сыртқа қарай шығады да, ал 3 натрий атомы ішіне қарай өтеді. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай АТФ энергиясы фосфор қышқылының қалдығына және АДФ-қа ыдырайды. Яғни натрий калий сорғысын 4 кезеңнен тұрады деп айта аламыз. Сонымен бірінші кезеңде сырт жақтағы натрий иондары ішкі жаққа қарай өтеді. Ол кезде ішкі жағына 3 натрий атомы шығады. Ал ішкі жақтағы калий атомы сыртқа қарай шығу қажет. Ол жерде ішкі жағында калийдің концентрациясы жоғары болады да, сырт жақта төмен болғандықтан жоғары концентрациядан төмен концентрацияға өтеді. Және 2 калий атомы сыртқа шығарылады. Бұл жерде натрий калий сорғысы активті тасымалдану болып саналады. Себебі сызбада көріп тұрғандарыңыздай аденозин 3 фосфор қышқылы арқылы жүзеге асады. Аденозин 3 фосфор қышқылы нәтижесінде аденозин дифосфор және фосфор қышқылы шығады. Енді натрий калий сорғысы, яғни белсенді тасымалдау біздің организмімізде көптеген жүйелерде жүзеге асады. Бұл жерде мысалы ас қорыту жүйесінде, тыныс алу кезінде, тасымалдау кезінде және зәр шығару жүйесі кезінде қатысады. Мен сіздерге натрий және калий элементтерінің биологиялық рөлін түсіндірмес бұрын, алдымен электролит ұғымына анықтама беріп өтсем. Егер де біздер ас тұзын, немесе натрий хлоридін және калий хлоридінің судағы ерітіндісін алып, оны электр тоғына қосатын болсақ, жалғайтын болсақ, бізде электр тоғының өткізетіндігін байқауға болатын еді. Яғни тұздың ерітінділері сулы ерітіндіде электр тоғын өткізсе, бұл дегеніміз электролит. Оны білу үшін біздер қарапайым тәжірибе жасап көрсек болады. Мынадай қарапайым құрылғы электролизер деген аппарат бар. Осы электролизерде біздер 2 электродын арнайы дайындалған натрий хлориді тұзының судағы ерітіндісімен суды алдық. Су бізде биэлектролит. Егер де оны электролиттерге қосатын болсам, менде амперметр ешқандай өзгеріс көрсетпеу қажет. Көріп отырғаныңыздай амперметр менде 0-ді көрсетіп тұр. Ал егер де осы электродтарды натрий хлоридінің судағы ерітіндісіне қосатын болсақ, бізде амперметрдің мәнінің өзгергендігін байқауға болады. Бұл дегеніміз натрий және калий хлоридтері сулы ерітіндіде электр тоғын өткізеді. Жалпы адам үшін маңызды электролиттерге бізде натрий, калий, магний, кальций және хлорид иондары маңызды электролиттер болып табылады. Ең маңызды электролит ол бізде калий және натрий хлоридтері. Адам организміне қажетті бір күндік калий ионының мөлшері шамамен 600 000 миллиграмның шамасында. Бұл дегеніміз адам күніне шамамен 7-10 стакан шамасында калий қосылысы бар салатты жеу қажеттігін немесе көкөніс жеу қажеттігін білдіреді.
Неліктен натрий және калий элементтер бізде адам организмі үшін маңызды элементтер болып табылады. Адам организмінде натрий және калийлі сорғылар болады. Бұл сорғылардың негізгі міндеті адам организмдегі глюкоза алмасу, зат алмасу секілді процестерге жауап береді. Егерде адам организмінде калий хлоридінің иондарының мөлшері азаятын болса, бізде әлсіздік, тері құрғауы, бұлшық ет спазмасы, су балансы бұзылуы мүмкін. Ал натрий хлориді жетіспейтін болса, бізде шөлдің қанбауы, тахикардия, апатия, анурия сияқты аурулардың пайда болуына алып келеді. Натрий басқа да микроэлементтермен өзара әрекеттесе отырып, қан тамырларынан ылғалды шығару мүмкіндігіне ие. Жасушалық қоректендіруді қамтамасыз ету үшін жауапты. Ол жеке реакцияларының және бұлшық ет топтарының жиырылуы тұрақтылығын ұстап тұрады. Натрий терілген кезде сыртқа шығады. Сол себепті оның ағзадағы мөлшерін қатаң бақылап отыру қажет. Ал калий болса, жүрек бұлшық етінің жұмысқа қабілеттілігін ұстап тұрады. Метаболизмнің ауытқуы кезінде миокардты қоректендіру үшін керек. Сулы тұзы зат алмасуды реттеп, артериялық қысымды реттейді. Аталған иондардың немесе аталған электролиттердің жетіспеуі жоғарыда айтқан әртүрлі дисбалансты тудырады. Жиырма бірінші ғасыр жоғары дамыған технологиялар ғасыры. Адам қызметінің әр саласы компьютердің көмегінсіз жасай алмайды. Жобаның мақсаты цистерна көлемін есептеу бойынша Қазмұнайгаз компаниясы қызметкерлерінің жұмысын автоматтандыру және олардың компаниялардың және олардың дерекқорына енгізу. Сондай-ақ өндірісте электрондық құжат айналымын сақтау болып табылады. Жобаның жаңалығы бұл нұсқаны телефондарда, планшеттерде және кез келген құрылғыларда нақты жұмыс уақытында қолдануға болады. Қызметкерлерге қағаз нысанын пайдаланып деректерді есептеудің қажеті жоқ. Қосымша енгізілген дерекқор бойынша дербес есептейді. Жобаны құру үшін темір жол цистерналарын калибрлеу кестесін қолдандым. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесін қолдандық. Өлшеулерді орындау әдістемелеріне қойылатын жалпы талаптар, мұнай және мұнай өнімдерінің массасы, атап айтқанда темір жол цистернаның калибрлеу кестесі 11-150 беттегі. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі 20 бетте көрсетілген. Өнімнің көлемдік кеңею коэффициенттері, сонымен қатар формулаларды қолдандық. М тең P көбейтілген V, немесе H тең H1 қосылынған H2 бөлінген 2-ге, немесе H тең H1 қосылынған H2 қосылынған H3 бөлінген 3. Пайдаланылған материалдарға сүйене отырып, кейіннен іс жүзінде жүзеге асырылған бағдарламаның прототипі ойластырылып жасалды. Жобаны әзірлеу оны инженерлер қолданатыны ескерілген. Әрине, сізге максималды дәлдік қажет, ал жобаның дизайны барынша айқын. Жағдайда түсінбеушілік қолданба мен қолданушы арасында қосымшаны қалай дұрыс пайдалану керектігі түсіндірілген. Шағын нұсқаулық бар. Жобаны жүзеге асыру үшін Android Studio бағдарламалық жасақтамасы және Java, Python, SDK, JDK, SQLite бағдарламау тілдері қолданылды. Бұл жобаны Қазмұнайгаз инженерлері сынап көрді және оң пікірлер алды. Қазіргі уақытта осы жобаның авторлық құқығы алынды. Жобаны әзірлеу және жобалау барысында таңдалған материалдарға сүйене отырып, біз ойладық және бағдарламаның прототипін келесі түрде жасадық. Ол кейіннен іс жүзінде жүзеге асырылды. Жобаны әзірлеуде оны инженерлер қолданатынын ескердім. Әрине, жобаны жүзеге асыру үшін Android Studio бағдарламалық жасақтамасын және Java бағдарламау тілін қолдандық. Өйткені бұл ең көп таралған және оларды пайдалану оңай. Бұл қосымша болашақта iOS-та жасауға болады.
Қызметкерлер бағдарламаны пайдалана алу үшін оны Play Marketке орналастыруға ұсынылды. Қызметкерлер бағдарламаны түсіну үшін бағдарламаны пайдалану туралы арнайы анықтама жасалды. Практикалық тәжірибеден келесі тармақтарды қосу керек екенін білдік. Біріншісі, склайд калибрлеу кестелерінің мәліметтерінің базасы. Екіншісі, сервермен кері байланыс. Қажетті ресурстар: Android Studio, Java, SDK, JDK, SQLite. Бұл сайт мобильді қосымшадан серверге ақпарат жіберген кезде компания қызметкерлері серверде жаңартуды алу үшін қажет. Сайт бүгінгі және соңғы уақытқа барлық өлшемдерді көрсетеді. Бұл сонымен қатар процесті механикаландыру үшін маңызды плюс болып табылады. Өйткені қазір мұны бір адам жасай алады. Жобаның жақсы жақтары: өте ыңғайлы, дәлдігі 0,10-1 дейін %, әрекет жылдамдығы. Жобаны енгізу кезінде келесі нәтижелерді күтілді: өндірістегі пайдалы қызмет жылдамдығын арттыру, деректерді өңдеу жылдамдығы есебінен ақша қаражатын үнемдеу, толтыру кезінде автоматты деректер компанияның серверіне жіберіледі, деректер қауіптерден сенімді жерде болады. Так, взливын өлшейміз. Взливын сіздерге айтады сантиметр. Мынаның кітаптан ішінен 66 тип. Қарамайсың да? Таблица калибровки жасаймын, 66 тип деген. Қазір лифт айтады. Мына лифттен мысалы 256 болу керек мына жақта. 887. Сантиметр 50 56 сантиметр. 2 метрді мына кітаптан қараймыз. 256 слип 72 887 литр. Мына кітап бойынша. Сен литраж-то айтшы. 256 сантиметр. Сосын плотность 817. Сен литраж шығарасың ғой да қазір? Объем 72 887. Здравствуйте, меня зовут Багланова Акнур. И сейчас я хочу вам показать проект, связанный с расчетом объема нефти. То есть это приложение, которое имеет в себе все данные для упрощения работников. Как это все работает? В нашем макете можно увидеть, что сам объем и всю жидкость, которая находится в нефти, можно измерить с помощью штангенциркуля или любого другого предмета. После этого все данные заносятся в само приложение. Выбирается тип нефти, калибровка по допустимым значениям.
и отправляется все на сервер, где уже директор компании или же другие рабочие с места могут увидеть все полученные данные. Актуальность данного проекта заключается в том, что до этого никто не разрабатывал такое приложение, и все делалось вручную с помощью бумаг. И именно с помощью этого проекта можно сократить количество от 10 рабочих до 4, потому что теперь достаточно всего лишь одного присутствующего рабочего для измерения цистерны и одного устройства для занесения этих всех данных. Непосредственно сам дизайн приложения. Данное приложение разработано специально для планшетов или устройств на Android. Как вы видите, сам дизайн приложения достаточно прост. Самое главное, нужно зарегистрироваться и зайти через свою учетную запись. Первое, что вы видите, это тип калибровки, первые высоты, вторые высоты и плотность. Как это все работает? Для начала нужно забить значение первой высоты, допустим, 25. Значение второй высоты 58. Плотность в грамме сантиметра на куб 258. И самое важное — это выбрать тип калибровки. До этого работники выбирали все это вручную в бумажном варианте и искали это все в своих документах, но здесь все можно сделать очень просто и за считанные минуты. Считаем. Мы получили объем и массу нефти. Теперь все это можно отправить на сервер. Все, отправка на сервер успешно завершена, и директор компании или же другие работники могут увидеть это все с компьютера на нужном сайте.